Медовый бисквит жасаймыз. Өте оңай. Жасалады. Мультиваркада жасаймыз. Ең алдымен 3 жұмыртқаны ағынан сарысынан ажыратамыз. Сарысын бөлек ыдысқа қоя тұрамыз. Ағын миксерлеп бастаймыз. Кішкене көбіктенген соң, оған қантымызды аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Қантымыз біткенше. Енді жұмыртқамыздың сарысын бір-бірден қосамыз. Миксерлеуді жалғастырамыз. Жұмыртқаларымыздың бәрін салып біткен соң, балымызды саламыз. Оны тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін ұнымызды аз-аздан саламыз. Және де сол кезде 2 шай қасық ұн қопсытқышымызды да саламыз. Егер ұн қопсытқыш жоқ болса, 1 шай қасық сода салуға болады. Сосын жақсылап араластырамыз. Лопаткамен. Біркелкі масса болу керек. Айта кететін жағдай, ұным мен берген нормадан көбірек немесе азырақ болуы мүмкін. Ол сіздердің ұндарыңызға байланысты, яғни осындай консистенция шығу керек. Енді мультиваркамызды қосып, астын майлап саламыз қамырымызды, сосын выпечка деген режимге қоямыз 1 сағатқа. Болды. 1 сағаттан соң осындай керемет бисквитіміз дайын болады. Ортасына кез келген крем жағып торт жасасаңыз керемет болады. Және де бұны духовкада да пісіруге болады. 180 градуста 30 минутта піседі. Ас болсын.